Конничева достар, алсағы Жапонияны жақын ететін мәдениет күні бүгін Астанада ұлттық кітапханада болғалы жатыр. Мұна ұзын сонар көшеге дейін созылып кеткен кезекке қарап, шараға деген қызығушылықтың жоғары екенін аңғаруға болады. Оянтаңғы бағдарламасы сол қызықтың бәрін экран арқылы сіздерге көрсетпек, сондықтан дозо йорошику онегайшимасу. Мәдениет күніндегі түрлі демонстрацияның алғашқысы кендама. Ағаш шары бар тұтқа дегенді білдіретін ойын, ептілік, тез шешім қабылдау, ойды жүйелеп концентрация сақтауды дамытады. Ереже бойынша шарды тұтқадағы кеселерге салып алып, құлатпай ұстау керек. Қиынырақ деңгейінде шардағы тесікке тұтқаның ұшын қадап ұстау шеберлігі сыналады. Қалай екен, қиын емес пе? Егер былай ойнасаң негізі қиынырақ, бірақ сатып алып үйде дайындалсаң оңай болады деп ойдамыз. Шығу тегі самурайлардан не француз билбокесінен тарайтын ойын шықты, мен де ойнап көрдім. Алайда Танака мен Жан-Пьердей епті бола алмадым. Одан бөлек бір сәт өзін Киото көшелерінде жүргенде сезінгісі келгендердің қарасы қалың болды. Кимоно мен юката атты жапон киімдеріне кезекке тұрып, естелікке суретке түсіп жатты. Сол жерде кезінде жапон тілінен сабақ берген сенсейімді де жолықтырып қалдым. Жапон сенсей, өксәші десіз. Есіңізде барым ба? Қалыңыз қалай? Шүкір жақсы қарап тұрмын. Кимононы жасап беріп, үлгермей жатсыздар, қарбаласып жатсыздар, айтыңыздаршы, қиын емес па? Адам саны көп екен. Жоқ, қиын емес. Бәріне ойнап жатыр ғой, жапон мәдениеті. Сол жапон кимоносы ойнайды, юкатасы ойнайды, сол үшін бәріне кигізіп жатырмыз. Бір адамға қанша минут кетеді киімді шығару? Тез. Бұл юката ғой, кимоно емес. Юката тез болады, бір адамға, жақсы білетін адамға бір минут. Ал кимоно болса ше? Кимоно болса, бір адамға жарты сағат примерно кетеді. Тағы бір бұрышта жапон тілі дәрістерінің кіріспе сабағы. Қазақ тіліне құрылымдық жақындығы болғаннан бекен, жапонша монсалем үйрену қазағыма аса қиын бола қоймады. Хажимаште, ваташи ва Сара десу. Дозо йорошику онегайшимасу. Отлично, очень классно. Келушілердің назары каллиграфия өнеріне де түсті. Жақсылыққа жорып, жапон мамандары бақыт, табыс, арман, байлық және қалауына қарай өзге де игі сөздердің иероглифін жазып беріп жатты. Сізде каллиграфия бөлімнен бір үлкен дүние жазалып кетіпсіз, не жаздыңыз мына жерде? Бұл жерде кайдзен деген сөз. Бұның мағынасы күнделікті өзіңді шынықтыру, дамыту деген мағынаны білдіреді. Осы Жапонияның мәдениетінде осы зат маған өте қатты қызық болды. Сондықтан осы себебі өзін жетілдіру, дамыту деген ұғым осы Жапонияда керемет дамыған, және икигай деген мағыналары, соның барлығын зерттеу арқылы осындай керемет сөзге тап болдым. Икигай дегенде өз икигайыңды таптың ба деген сұрақ көкейге оралады. Жапоншадан аударғанда өмірдің мәні әр таң сайын оятушы себеп дегенге саяды. Күнделікті кішігірім дүниелерден бақыт тауып, қуаныш көруде сол ұғымның аясында. Келушілердің біразының Жапонияға сапар шегу шаттыққа бөлейтініне сенімді болып, сол елге дәл қазір бара қалса, бірінші не істейтінін сұрап көрдім. Амандасам ғой. Мен ойымша бірінші мен Акихабараға барамын. Неге? Себебі ол жерде көптеген әртүрлі мерекелер өтеді, шаралар өтеді. Ең бірінші мен қайда бармасам да ең бірінші бір мәдени ошақтарына барамын. Күліп жүршін. Неге? Ол кісілердің халықтары сондай ашық көңіл күйлі жайлы сондай ғой. Ең біріншіден мен тарихшыларды іздей бастаймын. Бұл мен жаңағы өзімнің жұмысыма қарай жақын нәрсе. Себебі мен Алаш Орданың жаңағы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы секілді адамдардың жаңағы Алаш Орда Жапон моделін өзіне қарай алғысы келгенін білемін. Жапонияға бара қалсам, аузыңызға май, астыңызға түйе, жаңағы қазақ халқынан ыстық сәлем айтушы едім, жапон халқына айтушы едік, біз тіліміз бір арамызда бәлен миллион километр болса да, мұхиттарымыз болса да, жаңағы жүрегіміз ыстық деп, қазақ халқының атынан жапон халқына үлкен дұғай сәлем айтушы едім.
Халықтың ыстық ықыласы Жапонияда кең танымал үшті ас мәзіріне Федерациясы Қазақстанда енді ашылып, қарқын алып келе жатқан Го ойынына, Күншығыс елінің үздік кинематография туындыларына, дәмінен ғана емес көрінісінен қоса ләззат алатын шай рәсіміне, бенто түскас қорабын орау мен икебана қауды. Сонымен қыздар, бүгін осы шараға не үшін келдіңдер? Бәрін үйрену үшін ана біз білгенімізді сол сурет салу үшін. Сөйтсем, бұл балапандар жас суретшілер екен. Жастайынан соллыққа қызығып, икебана жайлы мұқият тыңдап жүр. Икебана ол өте әдемі гүл. Ол ұзаққа тұрады. Ол тағы да букеттемен анау бұрында не қалып қойған, сосын оларда анау ұзақ суларда тұра беретін болады. Ұзақ уақыт тұра беретін осы бір әсем өнер атауы өмір сүретін гүлдер дегенді білдіреді. Бейне бір екінші өмір сыйланғандай. Олардың қурап қалғанға дейінгі образы адамның шектеулі ғұмыры сияқты. Қысқа да қымбат дүниенің эстетикасын сезіну, дүниені бар қалпында қабылдап мойынсыну автордың жасаған бұйымынан көрініс табады. Тіпті кезінде алдағы шайқасынан оралмайтынын сезген самурай ақтық сапар алдында икебана жасап, артына із қалдыратын жоралғы болыпты. Үйренері көп Жапон елінен тағалар қандай тәлім бар деп шара қонақтарынан сұрап көрдім. Бақытты қарапайым заттардан, дүниелерден іздеп табу, өмірдің барлығы уақытша екенін түсіну. Қарапайымдылықта. Педагогика саласын алсақ, әсіресе тәрбие, отбасындағы тәрбие, үлкенді сыйлау деген ол бізде де бар, бірақ оларда ерекше. Одан кейін бір сабырлық деген бұл енді осы халыққа өте тән сондай бір қасиет. Осыған біз өзіміз үйренуіміз керек, мен ойлаймын. Өз воспитаниясына қарап. Өйткені қазақтар мысалы өз артынан жинамай қалады да, тастай салады. Ал жапондықтар қалай келді, солай жинап та қалып кетеді. Іске жұмысқа деген талпынысын біздің қазаққа да үйрену керек, себебі жаңағы мен көріп жатқан қазіргі жағдайым бұл. Қазіргі қазақтар мысалы батыстың бір технологияларын, батыстың жаңағы мәдениетін алған кезде, олар алайда олардың жаңағы осы дүниенің қандай жұмыспен, қандай еңбекпен келгенін көбінесе ол заттарға назар аудармайды, және де осыған көбірек назар бөлу керек. Қазақ халқы ұйықтамай ояныңыздар, техникаға қарай, білімге қарай, ілімге қарай дамыңыздар. Алаш кезіндегі оян ұраны егемендікке ұмтылысы, соғыстан кейінгі Жапонияның елеңсесін қалай көтереміз деген сұраққа ден қоюымен, мемлекеттік идеологияны сол бағытқа бұруымен үндес. Қазіргі Қазақстан азаматының Күншығыс еліндегі озық дәстүр мен технологияны меңгеріп, қоғам дамуына үлес қосуы алаш арман алдындағы борыш іспетті көрінеді. Ендеше, оян да дамуға ұмтыл.